теңестіруге болатын жолын көрсетеді. Мынау мен берілген теңдеуі. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл логарифм негізі 10, 5 алынған x қосылған логарифм негізі 10, x тең болады логарифм негізі 10 4. Егер негіздері бірдей логарифм қосылып тұрса, оларды бір-бірінен көбейтуге болады. Сонда логарифм негізі 10, жақшаның ішінде x көбейтілген 5 алынған x. Болады логарифм негізі 14. Негіздері бірдей логарифмдар тұрса, олардың садырын бір-біріне теңестіруге болады. Сонда 5x алынған x квадрат тең болады 4-ке. 4-ті теңдеудің сол жағына шығарамыз. Минус x квадрат қосылған 5x алынған 4 тең болады 0-ге. Енді дискриминант арқылы олардың түбірлерін табамыз. 25 қосылған, азайтылған 16 тең болады 9. Ал 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты. Енді формулаға салып, x бірінші ол минус 5 қосылған 3 бөлінген минус 2. Ол тең болады 1-ге. Ал біз білетін облысына кіреді себебі ол логарифмасындағы функция 0-ге тең болмайды. Екінші түбіріміз ол x 2 тең болады минус 5 азайтылған 3 бөлінген минус 2. Ол тең болады 4-ге. 4 ол да кіреді. Анықталу облысына кіреді, себебі логарифмасындағы функция 0-ге тең болмайды. Сонда біздің жауабымыз